Жасампаз шақ, жастық шақ, дүниенің бәрі мөп-мөлдір арманға тынып, көгілдір қиял тәтті оймен таңдарда тұрып, алапат асау өмірге жасқан шақтамай, қарайтын көктем от тұяқ тарланда тұрып. Көкірегі толы әсемен, көрініп өмір айнымай мүлде көктемнен, гүл теріп қайтар достар мен күнде бөктерден, жаңылыс басқан сәттерің жүрегіңді өртеп, дөңбек шу менен көзілмей түндер өткерген. Жалынды жасты қалауым, ерліктер деген өзіңнен басталған анық, алдыңда сенің бас иген асқарлар алып, қайсар даланың ұрпағы қанатын қаққан, жаңа заманның жалыны шашқанда жарық. Зымырап жылдар зулайды, тіршілік заңы жеткуден қалғымас мүлде, беттесең өмір ұқсамайды қарлығаш гүлге. Бәрібір сенің өр тұлған сан жүректерде лапылдап жанып тұрады мәңгі жас түрде. Әр қайсымыздың жүрегімізге жақын, көңілімізге үміт, арманымызға қанат бітірген осындай жастық шаққа қайта оралу үшін 40 жыл бұрын Алтын Ұя мектебіміз аяулы ұстаздарымызбен қимай қоштасқан кластас достар бүгін бас қостық. 40 жылды артқа тастаған сағынышты көңілден, жусаны бұрқыраған шалқар жерінде мәртебелі білім ордасы атанған екінші мектеп гимназиясында қайта оралмас сағымға айналған мектеп өмірінің бақытты шақтарын еске түсіріп, қызығы мен шыжығы көп сәттерге бір оралайықшы. Я, ол кезде бәрі басқаша еді. Егер біз туралы бала пейілмен айтар болсақ, біз қай жағынан да мықты класс болдық. Оқуда озат, қоғамдық іске белсенді, ұйымшыл, әсіресе вечер жасағанда. Жігіттер, бүгін вечер жасаймыз. 8 оқимыз уже, жігіт болдық қой. Бірақ апай ағайлар біліп қалмасын. Ой, бүгін жігіттер вечер жасап жатыр. Тезірек жуынып, шайынып дайындалып алайын. Так, сен дүкенге барып лимонад әкелесің. Кәмпит, печенье, анау-мынау сенен болады. Мә, балдар, аянды қараңдар. На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Бізге 8 жылдық мектептен балалар келіп оқиды екен ғой, Вау, Селивановканың қыздарын қара. Қыздар, сордың жиегінде кездесейік, Я, кеше ғана осындай шағын мектепте білім алып қанаттандық. Бүгінде білім мекені еңселі ордаға айналды. Жүрегіміз лүпіл қағып, 1971 жылы мектеп табалдырығын аттадық. Бізді білім бақытына бөлеген, алдымыздан күлімдеп қарсалған ұстаз Күзеуова Бәдигүл апай жарқын болашаққа айқын жол көрсетті. Балалықты даналыққа лостырған, кең пейілді жанның биязы үні, күлімдеген жүзі бізге әлемнің бар жақсылығын төгіп тұрғандай әсер беретін. Сөзі маржан, ойы дана ұстаздар, Сарин Рахметулла ағай, Бадаува Қанымша апай жетекшілік етіп, біздің азамат боп қалыптасуымызға зор үлес қосқан тұлғалар. Әр оқушыға қамқорлық танытып, қолдау жасайтын, тентектікті тектілікке жеңдіретін ұстаздар біздің шамшырағымыз іспетті. Бізбен бірге баладай қуанып,
данадай ой толғаған жандарға құрметіміз қашанда ерекше. Әр шәкірттің бойына ізгілік нұрын құйып, ғажайып сырға толы білім қырларын танытудың негізін қалағандығы сөзсіз шындық. Сол ұстаз алдынан қанаттанған әр түлектің өмірі бір дастан. Әзілқой кластас күлегеш құрбымызды шашынан тартып, сабақ үстінде күлдіріп, мұғалімнен сөз естіген күндер-ай. Сол сәттегі шыжығы көп күнде бүгін біз үшін қызық боп тұр ғой. Химия пәнінде бақылауды бірінші шығарып, өзгелер одан көшіргенде ренжімейтін ақ көңілділік те сол бала достарға ғана тән боп көрінетіндей. Студент атанып, жігіттер әскерге аттанып жатқан барлық сәтті атап өтіп есейдік. Осындай ынтымағы жарасқан армандастар бүгінде кездесуге келіп, әлі күнге дейін өзара сыйластықты жоғары қоятынымызды көрсетудеміз. Кешегі түлектер бүгін әр салада қызмет етуде. Ұлдары бір-бір шаңырақтың иесі, қыздары бір-бір шаңырақтың киесі атанды. Ата әжеге айналып, қыз ұзатып, келін түсіріп, құда-құдағида болдық. Өмір мектебінде де жақсы шәкірт атанудамыз. Бүгін сол қуанышты бөлісу үшін және өмірден өткен достар мен ұстаздарды еске ала отырып бас қостық. Болдық бізде бір кездерде қыз жігіт. Сүйдік, күйдік, кереметтей үздігіп. Енді міне көктем өтті, жаз кетті, төрге шықты, егделіктей күз кіріп. Ұлдар өсіп қонып жатыр ұяға, қыздар өсіп ұшып жатыр қияға. Сондадағы адам жастық шақтарын ұмытама, кәрлікке қияма. Қолпашы боп қартаймайтын көңілдің, қызығына той алмайсың өмірдің. Айлар ағып, жылдар жылжып жатады, бізге сұнып бұл өмірдің қызығын. Ғажап қой, мына өмірде дос дегенің, көбейгенін досымның қош көремін. Көрген жанға жылы қабақ танытсам, әр баласын қазақтың дос көремін. Достарыммен әр қашан мақтанамын, өздеріңмен өмірден бақ табамын. Ұлы ұғым болса дағы, дос дегенің, солар менің байлығым, аппағарым. Жүрегімнің жыр бағынан жыр үзіп, достық жайлы өлең жаздым бір үзік. Жүрген досқа жаныңдағы не жетсін, жүрегіңді жүрегіңмен түсініп. Ал енді аман есен 50 жылдық мерейтойда қауышайық, армандастар, құрдастар.